Музыка колледжіне түстім. Осы Біржан Сал деген колледж бар. Көкшетауда, білесіздер ма? Әуезов көшесі. Сол жерде осы домбыра классына оқыдым. Сосын Алматыға бардым. Барсам, емтихан жүріп жатыр. Студенттер, абитуриенттер. Балалар түсінікті болсын деп айтатын да. Содан емтихан күтіп жатырмыз. Балалар әндерін айтады. Әншілікке түсетін балалар. Ана ән менің құлағымда таныс. Ана қате айтып жатқан сияқты. Сосын мен айтамын, бауырым, мынаны абитуриент кезде қатты тани қоймайсың балалар, бүкіл Қазақстаннан келген. Мынаны былай айтсаң қалай болады десем, айтып көреді. Сосын айтады, дұрыс, мұғалім дұрыс деп жатыр дейді. Екінші бала қасымда жатыр, тағы басқа жақтың баласы. Бірақ Көкшетаудан айтып жатыр. Мен айтамын, мынау әудем жерді ақан сенің былай айтсаң қалай болады десем, ол сөйтіп айтып еді, дұрыс деп айтады. Ал мен өзім оқыған арнайы мамандығым емеспін ғой, балам студентпін. Сосын әлгі балалар айтады да, оқуға түседі, сендерге кім үйретті дейді. Білмеймін, бір Көкшетаудың бір баласы қасымызда жатыр. Үлкен профессорлар ғой. Көкшетаудың баласы қасымызда жатыр, сол кісі айтып еді, сол бала. Сонымен біз сөйтіп жатыр дейді. Ол баланы бізді тыңдау керек еді дейді. Сөйтіп біз ұялып, қысылып, өзімізді көрсетуге, жаңа жерде бауырым айтатын, қысылмай, бастарын көтеріп жүріңдер деген сол ғой. Ұялып, қысылып, ойбай, мен ән айтып кетемін бе, олардың арасында қалай деген сияқты үлкен әншілерді көріп қысылып, қой жарайды деп домбыраға түсіп жүре бердім үндіз. Бірақ жүрегім ән деп соғып тұр. Көкшетауыма елден кеткеннен кейін Көкшетау мүлдем сағынып кеттім елді. Содан сабақ бітеді, консерваторияда оқимыз.